Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге осындай круассандарды дайындайтын боламыз. Дәл осындай әдемі, дәмді, алғаш жасағаннан керемет болып шығатын рецептпен бөлісетін боламын. Яғни бұл рецепт өте сәтті, 100% керемет болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Бізге қажетті ең басты ингредиенттер: жылы сүт, құрғақ ашытқы, жылы су, сұйық май, тұз, қант, 2 жұмыртқа қажет. Бұл жерде бір жұмыртқаның сарысын бөлек қойдым, өйткені круассандарымызды пешке саларда бетіне жағуымыз үшін керек. Мына жерде бір жұмыртқа және бір ақ уыз бар, және бөлме температурасында сары май қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне жылы су құйып, ашытқыны саламыз. Енді осының үстіне қант пен тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз да 15 минутқа жылы жерге бетін жауып қалдырамыз. Егер жылы жерге қойсаңыздар, тез көтерілетін болады. Міне достар, біздің ашытқымыз көтерілді. Егер де ашытқы көтерілмей қалған жағдайда, ашытқыңыздың мерзімі өтіп кетуі мүмкін. Сол себепті мерзімін алар кезде тексеріп алыңыздар. Бұл жерде бір жұмыртқа және де бір ақ уыз бар. Осыны саламыз. Және де 2 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, електен өткізілген ұнды аз-аздан салып, 1 келгі қамыр болғанша илейміз. Мінекей достар, қамырды илеп болдық. Енді ол көтерілуі керек. Ол үшін біз жылы жерге бетін жауып шамамен 30-40 минуттай көтерілгенше күтеміз. Бізде қамыр ойдағыдай көтерілді. Дәл осылай көтерілуі керек. Енді қазір біз қамырды жаятын боламыз. Осы қамырымызды бірнеше бөлікке бөлуіміз қажет. Яғни бұл қамырдан шамамен 7-8 күлше шығады. Енді осылай дөңгелектеп, әзірге шетке қоямыз. Қамырымызды алып, бір-бірден жайып шығамыз. Шамамен қалыңдығы 3 мм болуы керек. Міне, бізде 8 күлше шықты. Араларына жақсылап ұн жағып қойыңыздар, сол кезде жабыспайтын болады. Күлшелеріміздің арасына бөлме температурасындағы сары майды жағып шығуымыз керек. Осындай силиконовый күрекшемен жақсаңыздар ыңғайлы, немесе қасықпен жағып шықсаңыздар да болады. Енді екінші күлшені осылай жаямыз. Оны да сары маймен жағып шығамыз. Міне достар, біз барлық күлшелерді жайып, орталарына сары майды жағып болдық. Соңғы күлше, оның бетіне сары май жақпаймыз. Осылай жасап, үстін сәл басыңқырап аламыз. Басып болған соң, жұқалау қылып, оқтаумен жайып шығамыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Егер де сары майды ертіп жағатын болсаңыздар, онда қамырды жайған кезде кедергі келтіруі мүмкін. Яғни ертілген сары май қамырдың үстіне басыңқыраған кезде сыртына шығып кетуі мүмкін. Сол себепті бөлме температурасындағы сары майды қолданыңыздар. Міне достар, осындай қалыңдықта жайдым. Қатты жұқа қылмай қойыңыздар. Енді біз круассанға арнап 3 бұрыштап кесеміз. Видеода көрсетілгендей етіп кесеңіздер, әдемі болып шығады. Қамырымызды бірнеше данаға бөліп алдым. Орта жағын осылай кесіп шығамыз. Себебі ораған кезде круассан үлкен болып шығады. Мен жартысына вареный сгущенка салып пісірдім, ал жартысына ештеңе салмай пісіремін. Еш нәрсе салмасаңызда, бұл біздің круассандар тәтті болып шығады. Мінекей достар, осындай болып шығуы керек. Қазір бұның барлығын противеньге тізіп,
орналастыратын боламыз. Барлығын орап болдық, енді әдемілеп орналастырамыз. Араларын міндетті түрде алшақ қойыңыздар, себебі пеште ол үлкенірек болып көтеріледі. Көтерілген кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Мінекей, бізде осындай болып шықты. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар достар, біздің круассандарымыз дайын болды. Өте керемет, бір жасағаннан 100% керемет болып шықты. Бұл рецепт өте сәтті, осылай қызарып, қытырлақ болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видеомды толық қарасаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.